Германия Федеративдик Республикасы немесе Deutschland. Немістер өз елдерін осылай атайды. Айналасына әмірін жүргізіп отырған адуынды мемлекет туралы тереңнен толғауға болады. Бірақ ғаламтордағы ақпаратты ақтарып төңкеруге уақытымды кетірмейін, өзіңіз оқып аларсыз. Жалпы неміс деген сөз бала кезімізде бізге сұсты көрінетін. Ал соғыс туралы фильмдер қазіргі құбыжықтар бейнеленген қорқынышты кинолардан да аса үрей шақыратын еді. Фашистердің жауыздығы байындалатын туындыларды біз қорқынышты киноға баладық. Немістерді әлемдегі ең қатыгез ұлт деп өстік. Сол қатыгез ел бізден тізе бүксе қарымды мемлекетке айналды. Дұшпанды бастырмалата қуып, Рейхстагқа ту тіккен қазақ батырларының табаны тиген топыраққа тоқтағанда, кезінде жау санаған елдің күні қазаққа да қарайды екен-ау деген ой санамды сілкілеп өтті. Табиғи қазба байлыққа кенде Германия Қазақстанның ең құнды байлығын иеленіп жатыр. Қателестіңіз, мұнай емес, бала. Тәуелсіздік пен бостандық үшін неміс фашист басқыншыларына қарсы шайқаста опат болған батырлардың құрметіне мәңгілік мадақ. Мына мемориал ескерткіште қашалған тізімдердің ішінде екі қазақ азаматының да тегі жазылған. Құдайбергенов 1945 жылы опат болған, жеңіске бір ай қалғанда. Және кіші лейтенант Наурызбаев 45 жылы көз жұмыпты. Қаншама заман өтті. Енді Германия мен Қазақстан арасын жалғап жатқан неміс отбасылары асырап алған қазақ балалары. Анасы немістерге серік болсын деп, серік деп атады мына баланы. Германиядағы қазақ баласы туған әкесін таба ма? Үнемі сұрайды. Немістер Қазақстаннан бала алу үшін қанша қаржы жұмсайды? Қазақ баласы неге ашуланды? Sprechen Sie Kazachisch? Kann ich nicht. Nein. Жоқ деп енді ашулана бастады. Түлкі күшігін неге тастап кетті? Немесе немістер ойлап тапқан ертегі. Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Қырғауылдың қауырсыны қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Айтатын ертегім қызық екен. Жоқ, немістердің ертегісі бұлай басталмайды ғой. Бұл адасып қалған кішкентай түлкі туралы екен. Сонымен түлкінің кішкентай баласы анасынан көз жазып, айдалада жалғыз қалыпты. Үшеуі бір-біріне ұқсай ма? Жоқ, қазақ баласы немістің құшағында отырады деп кім ойлаған? Wie heißt du? Serik eigentlich. Muss vorne. Sprechen Sie Kazachisch? Ich kann nicht Kazachisch sprechen. Жоқ, сөйлей алмаймын. Кішкентай кезімнен бері Германияда тұрып жатқан соң білмеймін. Қазақстанда тұрсам білуші едім. Мектепте бізге тек неміс тілін үйретеді. Ата-анам да немісше сөйлеген соң, мен де осы тілде сөйлеймін. Германияда халықаралық бала асырап алу ісімен айналысатын 13 ұйым жұмыс істейді. Солардың үшеуі Қазақстанда ресми түрде тіркелген. Zukunft für Kinder балаларға болашақ сыйлау деп аталады. Бұл ұйым бізде тіркелген 3 агенттіктің біреуі. 1999 жылдан бастап қайырымдылық акцияларын өткізу ұйымы ретінде құрылған. 2001 жылдан бастап халықаралық бала асырап алу ісіне кіріскен. Ресей, Эфиопия, Болгария, Румыния бәрін қосқанда осы уақытқа дейін осы агенттік арқылы Германияға 1000-нан астам бала келіпті. Ал Қазақстаннан 2004 жылдан бастап бала ала бастаған 42 бала. Солардың ең үлкенінің аты Әлібек, 10 жаста. Өкінішке орай біз онымен кездесе алмадық. Дәл біз келген уақытта ата-анасымен бірге басқа елге демалысқа кеткен екен.
Казахстан на данный момент единственная страна, которая так... Германияның аумағындағы бірде-бір шетел елшілігі өздерінен асырап алынған балаларды араламайды, келмейді, ешқандай шара ұйымдастырмайды. Тек Қазақстан ғана ықылас танытып отыр. Бұл балалар үшін өте маңызды. Асырап алынған балғындардың өздерінің ерекше жаратылған бала екендерін ұғынып өскендері жақсы. Иә, мен ерекше баламын. Мен екі мемлекетке де қажетпін. Туған елім мені керек етпеген соң, бөтен жұртқа тектен текке бере салған жоқ. Қазақстан мені ұмытпайды деп ойласа, бұл баланың беделін өсіреді, сенімділігін қалыптастырады, өзін өзі бағалайтын болады. Әсіресе мұны қазақ балаларынан байқадым. Өз ұлтын көргенде олар қатты қуанады. Елшілік қызметкерлері келгенде алып ұшып кетеді. Поднять свою самооценку. Салем или Калкалай сказать. Кейбір балалар қазақша бір-екі сөзді жаттап алады. Үнемі сұрайды, қашан тағы кездесеміз, қашан бізді шақырады. Қазақстан бейнеленген суреттерді көп салады. Газет журналдарда басылған Қазақстан туралы мақалаларды кесіп алып, сақтап қояды. Так, Оскар Ленц, это вот наш маленький, мы его называем дипломатом. О, әрине, Оскар Ленц. Ол қазір 7-ге толды, Алматыдан. Біз оны кішкентай ғана нағыз қазақ дипломаты деп атаймыз. Ол ылғида сұрап жүреді. Қазақстан елшілігінің жағдайы қалай екен, Қазақстанда не жаңалықтар бар екен, мені қашан шақырады. Осылай. Қазақстанның астанасын білет, қазақ елінің президентін білет. Асқардың Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірбаяны жайында кітабы да бар. Үнемі өзінің елімен байланысты дүниелерді жинап жүреді. Сәлем, Асқар. Халло. Қазақстаннан мен үшін келді ме деп сұрап жатыр. Кішкентай дипломат. Сен үшін келдік Қазақстаннан. Ja, das macht er natürlich schon. Ол өзін екі әлемнің есімін деп санайды. Соған қуанады. Екі әлем бұл Қазақстан және Германия. Қазақ екенін мақтан тұтады, отан туралы көп білгісі келеді. Әрине бізде айтып отырамыз білгенімізді. Бірақ ол бізден көп біледі. Асқар өте ақылды бала, тілі де ерте шықты. Оған бәрі қызық, әлемде не болып жатқаны, географияға қатты құмартады. Бөлмесіндегі картаны жатқа біледі. Әр елдің туы қандай бәрін ажырата алады. Көп сұрақтар қояды бізге, кейбірінің жауабын білмей жатамыз. Сосын ұялғанымыздан өзімізде оқи бастаймыз. Осылай Асқармен бірге білімімізді де жетілдіріп жатады. Асқармен бірге қоршаған орта туралы өзімізге беймәлім көп жағдайға куә болдық. Бұл мен жұмыс оным. Осындай сурет салам, кітап оқым. Өскен кезде сен қай мемлекетке барғың келеді? Бүкіл әлемді шарлап келгің келе ма? Kasachstan. Ich fahre in die Berge. Мен бірінші тауларға баратын едім. Zuerst alles an. Таулар ұнай ма саған? Мына костюм мен галстугыңды мамаң сатып алып берді ма саған? Иә, Рождествоға сыйға тартқан. Mein Findefuchs gehört mir. Жапан түзде жалғыз өзі төрілде, қорқып, қарны ашып тұрған түлкінің күшігін тіміскеленіп жемтік іздеп жүрген борсық көріп қалады. Ол көзі алақ-жұлақ етіп, түлкінің баласына жақындай түседі. War stark und schnell. Қазір енді қайда жолға шығамыз? Қазір Қазақстанда тіркелген неміс ішкі агенттігінің бірі Баден-Баден қаласында орналасқан Центрум für Adoption агенттігіне жол жүреміз. Ашасыз ба көріңізді? Жалпы қазақстандық жетім балалар Германияның түкпір-түкпіріне таралып кеткен, ал Баден-Баден Франкфурттан 180 шақырым қашықтықта орналасқан. Германияның маржаны саналатын Баден-Баден байлар мекені. Әлемнің әр жерінен келіп, дәулетті адамдар мұнда денсаулығын түзетеді. Естуімше Баден-Баденді қазақстанды қалталылар да зәулім сарайлар салып тастапты. Сөз арасында айтқаным ғой, бұл бізге маңызды емес. Бізді мазалайтыны қазақ балаларының жай-күйі. Олардың басым бөлігі ауыл аймақта тұрады. Ауыл деген аты ғана Еуропаның ең жетекші мемлекеті болған соң да ауылдары қаладан кем емес. Шіркін. Біздің ауылдарда тағы тақырыптан ауытқып барам. Айтпағым, Баден-Баденді қазақтың бір баласы өмір сүреді. Қазақстан ханым Назарбек, Макс Назарбекпен кездесіп, түсірілім жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Айналамыздан өтіп жатқан жұрт бізге таңырқап қарайды, барлығының назары бізде. Ой, рахмет. Әкесі айтып жатыр маған жаңа ғана.
балам сенен біреу сен қытайлықсың ба деп сұраса, жоқ, мен Қазақстаннанмын деп айт. Және сен не білмейсің ба Қазақстанның қай жерде екенін картада деп жауап бер деп үйретіпті. Әрине, түрі азиаттық болғаннан кейін Қытай деп қабылдағандары енді. Макс. Иә, Макс, қазір мен сен туралы айтып беремін. Иә, қатты толқып қиналып отырмын. Тіпті не айтарымды да білмеймін. Күйеуім жаныма келіп отырса бола ма? Мен қиналып тұрмын сөйлеуге. Неміс әйелдеріне де ер адамның алдына шығып сөйлемейтін қасиет тән десем, сенесіз бе? Мадам Кирстен қатты састы. Бұл аналық жүректен шыққан шынайы тебіреніс пе, әлде камераның алдындағы үрей ме, немесе айтуға болмайтын нәрсені айтып қоям ба деген қорқыныш па? Бұл Назарбекті асырап алған неміс әйеліне ғана мәлім. Дегенмен ол бір ауыз сөзге келді. Макс, маған қараш, біз өте қуаныштымыз Макстың барына, оның бізді тапқанына, отбасы ретінде таңдағанына. Ол біз үшін баға жетпес сый. Болды. Бұдан басқа еш нәрсе айта алмаймын. Аса қорқыныш жоқ. Бірақ кейде ойласам, бір нәрсе туралы қатты қамығып қалам. Мүмкін өскенде ол Қазақстанға кеткісі келетін шығар. Сол туған еліне барып тұрамын десе, не істейміз? Бірақ ол бізді әкесі, шешесі ретінде қабылдайды. Отбасын тастап кетпейтін болар. Асқар кейде бізбен сөйлеспей, өзімен өзі бір ойға беріліп кетеді. Өзінің туған әкесі туралы көп ойлайды. Ол туралы еш нәрсе білмейтіні есіне түскенде қайғырады кәдімгідей. Туған анасы туралы айтқанбыз, есімін де біледі. Тастап кетті деп айтпаймыз. Сені баға алмаған соң балалар үйіне тап болдың деп жайлап түсіндіреміз. Ал әкесі туралы көп сұрайды. Неге туған әкем есімін менің туу туралы куәлігіме жазбаған? Ол білді неде менің бар жоғымды біле ме деп сұрақтарды жаудыра бастағанда, шынымды айтсам өзім абдырап қалам. Сосын сұрай бастайды, қашан Қазақстанға барамыз деп. Қатты барғысы келеді. Мен әкесінің есімін қалдырмағанына бір маңызды себеп болған шығар деп айтамын. Әзірге ол осыған тоқтап жүр. Өскенде білмеймін не боларын, қалай боларын. Борсық түлкінің күшігінің қасына келіп, бас салып жейін деп тұрған сәтте, басқа бір түлкі келіп қалады. Habt ihr denn noch ein bisschen Zeit für meine Ausstellung? Бір көргеннен ұнатып қалдық. Балалар үйіне 2 апта бойы үзбей барып тұрдық. Қазір серіксіз өмірімді елестете алмаймын. 10 жыл баласыз өмір сүрдік. Сосын асырап алайық деген шешімге келдік. Жалпы бала асырап алу мерзімі 2 жылға созылды. Үмітімізді үзбедік. Қатты армандадық. Арманымызға жеттік. Қазақтың барлығы жеті атасын білмейтін жағдайға жетті. Солардың бірі Серік. Туған анасы есімін Серік қойғанда өзіне неге Серік етіп қалдырмады екен? Өкінетін де шығар. Бірақ өткен оралмайды. Неміс отбасы қазақтың баласының есімін өзгерткен жоқ. Немісше еш нәрсе жалғаған жоқ. Бұған да шүкір. Серік өзінің өткені туралы 3-ақ нәрсе біледі. Қазақ, Қазақстан, Өскемен. Ал қазақ ұлының ұрпағы кейін Пол деген текті ғана еленеді. 9 айлығында кетті қазақ жерінен, қазір 7-де. Өте мейірімді, алғыр, ақылды бала. 7 досым бар. Үлкен мотоциклім болса деп армандаймын. Оны қалай жүргізесің? Кішкентайсың ғой. Папамен отырасың бәлде. Өсем ғой, өзім жүргізем. Папам кәрі, мотоцикл айдауға жарамайды. Өзім сатып алам. Ақшаны қалай тапса болады? Мен білемін, жинау керек. Әзірге Секебай ақшаны қалай жинау керегін білмейді, бірақ мотоциклдан да биік арманы бар. Әлемдегі ең биік шыңға шыққым келеді. Эверест. Жоқ, мен биіктен қорқпаймын. Мамам қорқады. Борсық түлкіге сенің өз балаларың бар ғой. Мұны не істейсің? Анасы керек етпей тастап кеткен. Мен қарнымды тойдырайын одан да дейді. Қазіргі уақытта неміс отбасыларында бір баладан немесе екеу.
Осылай жалғаса беретін болса, 2050 жылы халық саны 20-25%-ға азаюы мүмкін. Неміс сарапшыларын алаңдатқан мәселе бұл. Әлеуметтік саясат мықтап қолға алынған, елдегі жағдай осындай. Мен бұрын Германияның ішіндегі жетім қалған балаларды неміс отбасыларына орналастырумен айналысқанмын. Қазір елде жетім бала жоқ асырап алатын. Балалар үйі жоқ, дені сау балалар жоқ немістер алатын. Тек мүгедек балалар немесе тәртібі нашар балалар. Ата-анасы қайтыс болғандарды бірден басқа отбасылар асырап алады. Кәмелетке толғанша, уақытша. Сондықтан неміс отбасылары шеттен бала асырап алуға көшті. Көрдіңіз бе, немістерге де сау бала қажет. Бұдан Қазақстан шетке тек ауру балаларды асырады деген әсіреленіп айтылған сөз екенін ұғасың. Тек осы агенттің күшімен 2009 жылы ғана немістерге елімізден 30 бала берілген. Ресей мен Қазақстан бойынша жұмыс істейтін мекеме арқылы жергілікті тұрғындар 10 жыл ішінде 720 бүлдіршінді асырап алыпты. Олардың 77-сі Қазақстаннан. Алматы аймағынан. Im Osten Özgemen. Da ist bei jetzt auch, wo der kleine Max Naserbeck herkommt, Urals, Oral. Aktau, Atyrau, Astana, Kostanay. Немістер жетектеген Назарбекті біз осында жолықтырдық. Топ-томпақ бала екен өзі. 2 жасында келген Баден-Баденге. 7-ге толды. Назарбек деген атты екінші есімі ретінде қалдырыпты. Оның алдына Макс шыққан. Бірнеше рет Назарбек деп атадым, ол қарамады. Тек Макс дегенде ғана бетіме үңілді. Естілгеннен естігені осы Макс. Анасы протестант, әкесі католик. 5 жасында шоқындырған Назарбекті. Күштеп емес. Вольфганг мырзаның айтуынша қазақ баласы өзі сұраған. Әке, мен сенің сеніміңе өтейін деп. Бала көргенін жасайды деген осы да. Осылайша қазақ ұрпағы ата баба діннен аластатылуда. Айта ғой, ұялма. Макс, Назарбек, ұялма? Неге ұялып өтсін? Салим, Казахстан. Может долго рассуждать, это палка в двух концах, конечно. Таяқтың екі ұшы бар. Әрине Қазақстан олардың отаны, сонда туылды. Түбірі, тамыры сол елде. Екінші жағынан бұл жетім балалардың да құқығы бар. Отбасында тұруға, жаңа өмір бастауға мүмкіндік болу керек. Новых родителей. Что называется? Мынау не? Мынау не? Білесің ме? Was bedeutet? Sonne. Күн. Мынау не, мынау? Und das? Ist ein Vogel. Құс. Қандай құс? Adler. Бүркіт. Серіктен өскенде кім боласың деп сұрадым. Әзірге нақты білмеймін. Бірақ бір ауруханада жұмыс істейтін шығармын. Иә, дәрігер болам. Өйткені серікті тәрбиелеп жатқан азаматтың мамандығы дәрігер. Анасы бала тәрбиесі үй шаруасымен айналысады. Серік менің өмірімнің тірегі. Балама бір нәрсе болып қалама деп қорқам. Ауырып қалама, бір нәрсеге ұрынып қалама. Әрбір әкеде болатын шығар мұндай үрей. Оған көп уақыт бөлуге тырысам. Серіктің спортпен айналысқанын қалаймын. Біз оған айтамыз, сен өте бақытты баласың. Сенің биологиялық атанаң бар. Сондай-ақ сенің асырап алған атанаң да біз де бармыз. Әркімде бұлай бола бермейді. Біз бәріміз саған тек жақсылық ойлаймыз деп айтамыз. Ол өзінің туған атанасы туралы көп сұрайды. Өкінішке қарай, біз олар туралы еш нәрсе білмейміз. Кімдер, аты жөндері кім? Бірақ айтамыз, анаң сені жақсы көреді. Ол сені жек көргеннен тастап кеткен жоқ деп айтамыз. Ол бәрін түсінеді, үндемейді. Қазақстанға былай ұшып барасың ба? Ja? Ein Findefuchs gehört mir. Түлкі борсыққа кет, бермейім саған. Ол кішкентай. Бұл қорғансыз мен оны сен сияқтылардан қорғаймын. Өзім бағып аламын. Тиіспе деп, борсыққа қарсы шығады. Борсық қорыққанынан безіп кетеді. Sie beugte sich über ihn und deckte seinen Kopf. Германия дүние жүзіне атағы жайылған талай мықтыларды әлемге сыйлады. Жазушылар, ақындар, өнертапқыштар, ғұламалар осылай тізбектеліп кете береді. Әлемдік өркениет пен мәдениеттің дамуына қосқан үлес өлшеусіз осы ел өкілдері тарапынан. Техникалық прогресске жол салды. Біз тұрған көпір ғашықтар көпірі деп аталады. Отау құрған 2 жас осында келіп, мынандай кішкентай құлыпқа аты жөндерін жазып, мәңгілікке осында қалдырып кетеді екен. Отбасымыз, шаңырағымыз
осы құлып секілді берік мығым болсын деген ойдан туса керек. Менің айтайын дегенім, талай мықтыларды шығарған неміс жерінде соңғы кезде ұрпақ өрбітуге қауқарсыз не қаламайтын отбасылардың көбейіп жатқандығы. Жалпы неміс отбасылары екі топқа бөлінеді. Бірінші, балалы болғысы келмейтіндер. Олардың ұстанымы бұл артық шығын. Көп уақытыңды алады. Күш қуатыңның барлығын сарқисың. Дәл осындай ұрпақ сүйгісі келмейтін 2 миллион жұп бар. Ал екіншілері балалы болғысы келетіндер. Бірақ бұл бұйырмаған. Осы балалы болу бұйырмаған екінші топ Қазақстаннан бір перзентті бағып алу үшін 30 000 евро жұмсайды. Ал 4 000 евроны баланы тауып берген агенттікке береді. Бұл қаражаттан шетелдік мекеменің Қазақстандағы өкілдіктері де ауыз тиеді. Осы тұста айта кетейін, дүние жүзі бойынша 100-ге жуық мемлекет сыртқа бала беруге тыйым салған. Неге? Өзіңіз ой қорытыңыз. Фрау Мануэла біздің Асқардың асырап алған анасы айтып жатыр. Бүгін біздің Асқар нағыз жұлдыз болды. Біреуі суын алып келді, біреуі желпіп жатыр деп, Асқар? Бөлменің іші қапырық, желдеткіш қоспайды екен. Үнемдейді ме электр қуатын басқа Еуропа елдері сынды, әлде балаларға салқын тиеді деп қорқа ма? Білмедім ол жағын. Бала бақшада түскенбіз. Ана бір суретте мектепте түскенбіз. Асқардың қасынан бір ел қалмайтын мына суретте де бірге түскен қыз кім деп ойлайсыз? Түлкі мен борсық бұл ертегіге құрылған, асырап алынған балалар үшін жазылған әңгімелер. Біз оларды қоғамдық жағымсыз пікірлерден арашалаймыз. Дәл түлкінің әрекеті сияқты. Мәселен, көршілер, таныстар айтуы мүмкін. Не үшін бала асырап алдың? Өз балаларың бар емес пе деген сияқты. Тағы басқа көп оғаш пікірлер бар ғой. Бір жерінде түлкі аңдарға айтады. Ол да менің өз күшігім сияқты. Мен оны да өз баламдай жақсы көремін. Жүріңіздер, мен сіздерге оны көрсетейін дейді. Ініне кірсе оны таба алмайды. Өз балаларының ішінде қайсысы бөтен екенін ажырата алмайды. Өйткені ол бәріне ана көзімен қарайды. Асырап алған балаларына да солай түсіндіреді ата-аналары. Аң, жануарлар арасында да кейбірі жетім қалуы мүмкін. Оны басқа аңдары қоректендіреді деп, баланың жасын ескеріп, санасына ыңғайлетіп айтамыз. Бұл оқиғаның өзегі бір қаннан жаратылдың ба, жоқ па, ең бастысы жақсы көру. Бала қандай болса, солай қабылдау керек дегенге саяқ. Мұндай кітаптар асырап алынған бала мен ата-ана арасында түсіністік орнатады. Балаға бөтен емес, өгей еместігін ұғындырады жастайынан. Өмірге әкелген адам емес, тәрбиелеген, баққан адам нағыз ата-анасы екенін түсіндіреді. Балам, сен қайда туылдың? Біз Қазақстанда түскен суреттерді жиі көрсетеміз ұлымызға. Ол менің әйелімнің ішінен шықпаса да, біздің жүрегімізден жаратылғанын біледі. Біз оны туған баламыздай көреміз. Соны айтайын дегеніміз сізге. Асырап алған бала ол бөтен емес, ол өгей емес. Германияда асырап алынған балалардың психологиясын бұзбау үшін осындай жеке кітапшалар шығарған. Ата-аналар арнайы курстан өтеді. Бұл Барадулин Антон Николаевич Өскемен қаласынан туған шешесі 3 баланы жеткізе алмаймын деп осы Антонды 2 айлығында балалар үйіне өткізген екен. Оның хатында сақтап қойыпты ерлі-зайыптылар, бірақ бізге көрсетпеді. Қазақстанмен салыстырғанда Германияда 2 сценарий бар. Бірінші топ жоғары білім алса да басқа елге барып білімін жетілдіріп, өмірлік тәжірибе жинақтаймын деп, ұрпақ жалғастығы туралы тек 40-қа таяу ғана ойлана бастайды. Мен де осы топқа жатамын. Екінші топтағылар ертерек отбасын құрады, қызмет қылмайды. Мен еш нәрсеге өкінбеймін, бәрі өз уақытында болды деп есептеймін. Бұл тағдыр. Бала бағу сенен сабырлықты, шыдамдылықты талап етеді. Мен осыдан 10 жыл бұрын бұндайға шыдамас едім мүмкін. Қазір мен ұлыма жақсы тәрбие бере аламын, күш қуатым да жастардан кем емес. Немістердің өмір сүру түсінігі өзгешелеу. Үй салу, ағаш отырғызу, баланы өсіріп жеткізу. Немістер үшін бала ешкімге, тіпті өздеріне тәуелді болмау керек. Өйткені ата-анасы да бір күні өмірден өтеді. Сондықтан баланы жастайынан еш нәрсеге қарайламай, өздігінен өмір сүруге тәрбиелейді. Үй тұрғызады, ағаш егеді. Енді жаратқан ұрпақ бермесе өздерінің жылдар бойы жинаған рухани құндылықтарын, материалдық байлықтарын біреуге қалдырып кеткісі келеді. Мұрагер болған
қалайды, сосын бала асырап алады. Подарить ребенку будущее. Біз қазіргі заманға сай атанамыз. Ұлымыздың еркіндігін шектемейміз. Он адамдарды сыйлауға, басқа адамның шешімін, көзқарасын дәріптеуге үйретеміз. Баламыз телевизияның дамыған дәуірінде өсіп жатыр. Бірақ біз оның теледидар көруіне шектеу қойдық. Тек қана балаларға арналған бағдарламаны ғана тамашалайды. Өйткені бала бәрінде тез қабылдап алады, жаманда да жақсына да. Теледидарда неше түрлі нәрсе көрсетеді. Бұл зиян. Біз өзімізге бір принцип қойдық. Біздің ұлымызға теледидар, интернет, компьютерлер қажет емес. Алайда Антон шыңғырып, жылап, ақыры дегеніне жетті. Әкесі бізге бір суреттерді көрсетейін деп алып келіп еді. Көре сала айпатқа жармасты. Dürfen wir das auch anschauen? Ja. Er will es ja jetzt zeigen. Aha, okay. Қуаныш қонақтаған, шаттық орнаған үйге бақыт құт боп қонады. Бұл Асқардың үйінде жазылып тұр қабырғада. Қазір енді асханадағы жазуды оқып көрейік. Тамақ ішу бұл қажеттілік, ал ас жегенде ләззат алу бұл өнер. Осының барлығын біздің Асқардың анасы жазып қойыпты үйіне. Біз өте бақыттымыз. Шын жүрегіммен жақсы көремін. Мен өзімнің туған балаларым болса да, дәл осылай өліп өшпейтін шығармын. Олар да мені жақсы көреді. Осы екі баладан күш қуат аламын. Принцесsin? Данкешön, данкешön. Бұл біздің Асқардың қарындасы. Аты Надя, Ресейдің Кемерово облысынан келген екен. 3 жасында асырап алған. Надяның 5 ағасы, әпкесі бар екен. Қазір оның 2-і ата-анасына оралған екен, ал 3-і әлі балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр екен. Надяның анасы айтады, бұл қызды әке-шешесі дұрыс қарамаған, содан кейін бар балалар үйіне өткізген, ата-анасы ата-ана құқығынан айырылған екен. Және Надяның бізге бір қандай да бір қатысы бар сияқты. Анасы солай айтып қалды. Қазаққа бір жақындығы бар екен. Әкесі не шешесі қазақ ұлтының өкілі болуы мүмкін. Надяға қатысты жалпы барлық осы Ресейден асырап алынған балаларға қатысты бір мәлімет айтқым келіп тұр. Қанша отбасымен кездестік, барлығының ата-аналары айтады, біреуінде Ресейден бала алған, біреуінде Қазақстаннан. Ресей тарапынан ешкім келмейді екен, балаларды іздемейді екен. Біздің енді Қазақстанның елшіліктері, консулдықтары түрлі мерекелік шаралар өткізіп тұрады, балалармен қарым-қатынасты үзбейді. Германия аймағындағы Қазақстанның барлық консулдық бөлімдері өз өңірлерінде тұрып жатқан қазақстандық балаларды қадағалап, тексеріп отырады. Тұрмыстарын бақылаймыз. Оның сыртында агенттіктер де ұдайы есеп береді. Осы уақытқа дейін біздің балаларға қатысты заң бұзушылық әрекеттер болған жоқ. Елшілікке жинап тұрамыз. Бір байқағаным, қазақ балалары бізді көргенде қатты қуанады. Олардың көздерінен бір жақындықты сезесің. Бізге бөтен емес екендерін біліп тұрады. Көңілдері көтеріліп кетеді. Домбыраның дауысын естігенде тына қалады, көңіл қойып тыңдайды. Сол кездерде өз еліміз туралы, тарихымыз туралы айтып қалуға тырысамыз. Кішкентай болса да ақпарат жете берсін дейміз. Бағана айтқан тау осы. Осының шыңына шығам. Серік спортшы болса, Қазақстанның атынан халықаралық спорттық жарыстарға қатысса дейміз. Серік өте табанды, алғыр, алдына мақсат қойса соған жетеді деп ойлаймын. Қазірден өзімен бірге оқитын балалардың алдын орап әкетеді. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Dankeschön. Рахмет саған. Жақсы көремін деп айтып жатырмын. Содан кейін барып қана жүзі жылып, көп рахмет дейді. Шаршадың, иә? Шаршадың ғой, иә? Жарайды, біз кетейік онда, иә? Жоғарда бізбен кетесің ба? Ja. Қазақстанға. Қазақстанға барасың ба бізбен бірге? Ja. Кетейік сені.
Мануэла Ленц жалғыз басты әйел емес. Асқардың асырап алған әкесі неміс әуе компаниясында басшылық қызмет атқарады. Жұмыстан босай алмапты. Бізге Асқар деген ат ұнайды. Бұл баламыздың шыққан жерін айғақтайтын есім. Өзіне де жарасады. Неге біз ол дүниеге келгенде қойған есімді тартып алуымыз керек? Жоқ, мұндайға бармаймыз. Өзіне бұйырғаны қалдырдық. Ғаламтордан іздеп көріп едік, мағынасы қандай екенін таппадық. Асқар деген есім, Асқар тау, таудың шыңы, үлкен, биік тау деген мағынаны білдіреді. Енді Асқар өскен кезде балаңызға оның есімінің қандай мағынасы бар екенін айтасыз. Ол есінде сақтайтын шығар деп ойлаймын осыны. Неміс әйелі жымиып қана шөн деді, ұмытпайтын шығар. Кішкентай кезінде әкем маған аз көңіл бөлетін. Сондықтан қазір өзім көп уақытымда баламмен өткізуге тырысамын. Өзім техника саласының маманы болғандықтан, ол да болашақта осы кәсіпті игерсе деймін. Ол өзіне өзі жол сала алатын бала. Өскенде одан мықты тұлға шығатынына сенем. Назарбек неміс жеріне алғаш келгенде қайда келген түсінбей біраз қиналып та, бар болғаны 2-ден асса да, сезген шығар туған жерден алыстағанын. Сөзге сараң жігіт қайтар уақыт таяғанда ғана маған бір сұрақ қойды. Сіз қай қалада тұрасыз? Қазақстанның астанасы бар, үлкен, әдемі қала, сол жақта тұрам. Сол жаққа келесің бе бір күні? Астанаға қонаққа кел. Жақсы сау бол, үлкен азамат болып өс. Біз сені іздеп келгенімізді ұмытпа, кейін үлкейгенде, ержеткен кезде бізді есің аларсың мүмкін, е? Сау бол деп айтшы. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Сау бол. Қазақстанға ризамыз, алғысымыз шексіз. Бірақ елдеріңізде соншама жетім бала көп екен. Біз барғанда тек бір ғана қазақстандық отбасын көрдік. Бала асырап алуға келген. Ал негізінен көпшілігі шетелдіктер болды. Балаларын тастаған адамдарды сөкпейміз, кінәламаймыз. Бұған біздің құқығымыз жоқ. Кім біледі, қандай жағдай болғанын. Өзім де қазақтың баласын алып отырмын ғой. Бірақ шынын айтайын, Қазақстанда жетім бала болмағаны Қазақстан үшін жақсы абырой болар еді. Бейбіт өмірдің өзінде бізде мыңдаған жетімдер бар. Балалар үйлері толы. Бұл өкінішке қарай жалпы әлемдік үрдіс және жаһанданудың сынағы. Бірақ біз бұл үрдіспен күресуіміз керек.